Сәлем, білім алушы. Елім, жерім деп соқсын жүрегің. Қазақ елінің дамып көркеюіне үлес қоса аласың. Егерде әрбір сабаққа мұқият қатысып, өзіңе қажет білімді алып отырсаң, барлығы өзіңнің қолыңда. Сабақтың тақырыбы 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтау. Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дерек көзі ретінде құндылығын бағалау. Ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшеліктерін сипаттау. Бүгінгі сабағымыздағы тірек сөздер: бата беру, әнші композиторлар, дәулескер күйшілер, әйгілі суретшілер. Қазақ халқының қонақжайлылық қасиеті және өзара көмек жөніндегі әдет-ғұрыптары. Қазақтарға дәстүрлі қонақжайлылық қасиет ежелден тән. Бұл қасиет көптеген ғасырлар бойы қалыптасқан. Қазақтарда үйіне келген кез келген адамға міндетті түрде тегін қонақасы беру, оған жайлы төсек орын салу, қондырып жіберу әдет-ғұрпы ежелден орын алды. Жасы үлкендерге құрмет көрсету. Дәстүрлі қазақ қоғамында жасы үлкен адамдарды құрметтеу рәсімі ежелден бар болатын. Ондай құрмет жасы үлкен кісінің қай рудан, қай жүзден, қай ұлттан екендігіне қарамай көрсетілетін. Олар барлық мерекелерде, жиын тойларда құрметті орындарға, төрге шығарылады. Қазақтарда бата беру әдет-ғұрпы ертеден сақталған. Бата беру кейде өлеңмен, кейде көркем қара сөзбен айтылып, ауыз әдебиетінің бір жанры болып қалыптасқан. Батаны елге сыйлы, аузы дуалы ақсақалдар берген. Олар елге тыныштық, әр отбасына амандық, келер ұрпақтың бақытты, саналы азамат болуын тілеген. Сонымен қатар үлкен іс-бастарда жауға, жолға, аңға, тағы басқа сапарларға аттанарда бата беріледі. Қазақтың поэтикалық өнері әнші композиторлар. Біржан-Сал Қожағұлы 1834 жылы туылып, 1897 жылы өмірден өткен. Қазақстанның солтүстік өңірінде дүниеге келді. Ол халық арасында Біржан-Сал деген атпен белгілі болды. Араб, парсы, шағатай тілдерін жақсы білді. Ақын әйелдердің теңсіздігін жою жөнінде жар салды. Біржан-Салдың Айбозым, Тентек, Біржан-Сал, Ғашығым, Айтпай және тағы басқа 40-қа жуық әні бар. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ музыкасындағы әйгілі тұлғалардың бірі, аса көрнекті ақын, композитор Жаяу Мұса Байжанұлы 1835 жылы туып, 1929 жылы өмірден өткен. Жаяу Мұса домбыра, скрипка және гармон тартуды жастайынан үйренді. Көрнекті орыс ақын жазушыларының шығармаларымен таныс болды. Толғау, Бозторғай, Жанбота, Ғашығым сияқты ауыстан астам ән шығарды. Құрманғазы Сағырбайұлы Бөкей Ордасының Жиделі деген жерінде дүниеге келген. Біздің заманымызға оның сазгерлік туындылары 60-қа жуық ғажайып, көркем де асқақ сезімге толы күйлері жетті. Оның Адай, Балбырауын, Сарыарқа, Ақсақ киік, Түрмеден қашқан, Ертең кетем, Кісен ашқан, Қайран шешем сияқты күйлері бар. Талантты және халық арасына кеңінен танымал, аса көрнекті композиторлардың бірі Дәулеткерей Шығайұлы. Ол өз заманының білімді азаматтарының бірі болды. Халық арасында оның Жігер, Бұлбұл, Қоңыр, Тартыс, Желдірме сияқты күйлері кеңінен тараған. Тәттімбет Қазанғапұлы қазақтың 19 ғасырдағы аспаптық музыкасына қомақты үлес қосқан сазгер күйші. Ол халық арасына кеңінен тараған. Саржайлау, Былқылдақ, Сарыөзен, Бестөре, Қос пассаж сияқты әсерлі көркем лирикалық күйлер шығарды. Балалар, мына суреттерде бізге белгілі домбырашы, күйші, сазгер, композиторлардың суреттері берілген. Ал енді балалар, жаңа сабақты пысықтау үшін біз тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма кестемен жұмыс. Бірінші кестеге атақты ақын, әнші, күйші, композиторлардың аты жөндерін толық жазамыз. Екінші кестеге туған жерлерін, үшінші кестеге олардың қалдырған мұраларын орындаймыз.
Екінші тапсырма сұрақ жауап әдісі. Бірінші сұрақ: Біржан Салқожағұлұлы қай жерде дүниеге келді? Екінші сұрақ: батаны кім тербеткен? Үшінші: қазақтарда үйіне келген кез келген адамға міндетті түрде не беретін болған? Төртінші сұрақ: Жаяу Мұса алғашқы білімін қайдан алған? Бесінші сұрақ: 1843 жылы дүниеге келген атақты ақын, композитор, әнші. Алтыншы сұрақ: Күй атасы қазақтың аса ұлы күйшісі. Жетінші сұрақ: Жігер, бұлбұл күйлерінің авторлары. Сегізінші сұрақ: Ноғайлы босқыны, Акоп күйлерінің авторы. Тоғызыншы сұрағымыз: Украинаның көрнекті ақыны, суретшісі қазақ халқының мәдениетіне өшпес із қалдырған кім? Ең соңғы сұрағымыз балалар, 10-шы сұрақ: Ақсақ киік күйінің авторы. Үйге тапсырма: 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Тақырыпты оқу, терминдер мағынасын ажырату. Және сіздерге қосымша тапсырма балалар: ұмыт қалған салт дәстүрлерді еске түсіріп орындап келеміз және бата жаттаймыз.